Кішкентай ақылды балапан. Бір кездері әдемі ауыл болыпты. Ауылдағы өзен жағасындағы кішкентай үйшікте тауықтар өмір сүріпті. Көп ұзамай тауық 12 жұмыртқа басады. Оның 10 жұмыртқасы балапанға айналса, ал екеуі жұмыртқа күйінде қалыпты. Тауық 2 жұмыртқаны үйіне қалдырып, балапандарына азық іздеп көшеге шығады. Сол сәтте жарылмаған жұмыртқаның бірінен тоқылдаған дыбыс естіледі. Көп ұзамай балапан кішкене тұмсығымен қабыршақты жарып шығады. Кішкентай балапан жан-жағына көз салып, анасын іздей бастайды. Алайда маңайынан ешкімді таба алмайды. Көңілі түсіп кеткен балапан анасын іздеуге бел буады. Кішкене қанаттарымен бетін жауып алып көшеге қарай беттейді. Аяқтарын енді басып үйренген балапан жасыл шөп үстіндегі сиырды көреді. Балапан үлкен сиырға таңданып көз алмай қарап тұрады. Бірнеше минуттан соң сиыр балапанға: «Сен неге маған тамсанып қарайсың?» Балапан: «Сен менің анамсың ба?» Жазықсыз бейнесін көрген сиыр былай дейді: «Менің қандай үлкен әрі биік екенімді қара. Сенің анаң менен әлде қайда кіші». «Ой, менің анам сізден кіші ма?» деп балапан анасын іздеуді жалғастырады. Балапан жолда келе жатып жапырақ жеп тұрған ешкіні көреді. Кішкентай балапан ешкінің жанына келіп: «Сіз сиырдан кіші сияқтысыз. Сіз менің анамсыз ба?» «Иә, мен сиырдан кішімін, бірақ менің 4 аяғым бар. Алайда сенің анаңның 2 аяғы 2 қанаты бар», дейді ешкі. Ешкінің айтқанына одан әрі көңіл түскен балапан саяхатын жалғастырып, анасын іздеуін жалғастыра береді. Сәл жүрген соң балапан «Қарқ, қарқ» деген дауысты естиді. Ешкінің айтқанын есіне түсіріп, мүмкін қара қарға менің анам шығар деп ойлайды. «Сіздің 2 аяғыңыз бен 2 қанатыңыз бар. Сіз менің анам болдыңыз ғой?» деп сұрайды қарғадан кішкентай балапан. «Иә, менің 2 аяғым мен қанатым бар. Бірақ мен сенің анаңнан биік ұшам. Оған қоса сенің анаң менен биік және аяғы ұзын. Сенің анаң мен сияқты қарқылдамайды», дейді қарға. Бұны естіген бейшара балапан одан сайын қайғыра түседі. Кішкентай балапанды көргендер оған аяушылық білдіреді. «Қайғырма, тағы бір байқап көр. Сен міндетті түрде анаңды табасың», деп қарға ұшып кетеді. Қарғаның айтқаны балапанның күдігін азайтып, әрі қарай жүре береді. Сүйкімді аяқтарымен қоғанға да жетеді. Балапандарымен жүрген үйректерді тауып, қарға айтқан ұқсастықтарға сәйкес келетіндей үйректі көрген балапан қатты қуанып кетеді. «Анашым, анашым» деп үйректерге қарай жүгіреді. Кішкентай балапанды көрген үйрек таңсанып қалады. «Неге сонша таң қаласыз, анашым? Мен сіздің балаңызбын». «Жоқ, қымбаттым, мен сенің анаң емеспін», дейді үйрек ана. Балапан жылап жібереді. «Енді анамды ешқашан таба алмаймын» деп ойлайды балапан. Кішкентай балапанның халін көрген үйрек ана оны аяп кетеді. Балапанға махаббатпен толы көздерімен қарап: «Сен неге жылайсың, қымбаттым? Мен саған көмектесемін», дейді. Балапан оған басынан өткен оқиғаларды айтып береді. Сонда үйрек: «О, Құдайым, сенің анаң мен сияқты кіря демейді. Сенің анаң кукареку», дейді. Балапан мен үйректің әңгімесін естіген көгершін келіп: «Тоғанның соңына қарай барсаң, анаңды табасың», деп ұшып кетеді. Үйректің дауысын қайталаған балапан әрі қарай жүре береді. Сәл жүрген соң құлағына кукареку деген дыбыс естіліп, соған қарай жүгіре жөнеледі. Анандайдан 2 аяғы бар,
қоғанның қанатынан, қарғаның қанатынан үлкен қанаты бар құс көрінеді. Балапан жақындай бергенде кукареку деп тағы да дыбыстайды. Сонда балапан анамды ақыры таптым-ау, анашым, анашым деп айқайлай береді. Балапан даусын естіген тауық артына қарап, өз балапанын бірден таниды. Тауық ана балапанын өзіне қарай шақырып, қанатымен құшақтап, махаббатына бөлейді. Сен неге үйде қалмадың, қымбаттым? Мен саған азық әкелу үшін сыртқа шықтым. Саған қайта ораламын ғой, дейді. Тауық ана кішкентай балапанның оны қалай тапқанын білгісі келіп сұрай бастайды. Кішкентай балапан әдемі даусымен анасы үшін батыл болып іздеуге шығып, қиындықтарға қалай тап болғанын баяндап береді. Әңгіме соңында тауық ана тебіреніп кетеді. Алайда кішкентай балапанның батылдығын естіп, өзін қатты бақытты сезінеді.